армысыздар. Әкелер күніне байланысты Ғазиз атаммен, Әмір немересімен сұхбаттасып отырмыз. Әке мен бала арасындағы қарым-қатынас қандай болу керек, және өз пікіріңіз қандай? Менің ойымша, әке мен баланың арасы бала әкесіне қарап өсу керек. Балаға дұрыс тәрбие беру керек, тәлім беру керек. Жақсы оқып, жақсы білім тәрбие алып, әкесінің тәрбиесін алған бала өмірде жақсы болып өседі. Отанын қорғайды, жерін қорғайды. Әлгі қазақта айтады ғой, әке көрген оқ жонар, шеше көрген тон пішер дейді. Міне осы айтқан мәтіл сөз, осы біздің халқымыздың даналығы, жақсы айтылған сөз, жақсы, балаға жақсы тәрбие беру керек деп ойлаймын өз басым. Жігіт деген қандай болады? Жігіт деген отанын қорғайтын, отан сүйгіш, қатар құрбыларының алды болу керек, жақсы азамат болып өсу керек, жақсы жігіт болу керек. Отанын қорғаған жігіт жақсы болады, жақсы өседі, келешекте жақсы артыңдағы келатқан іні қарындастарыңа жақсы үлгілі боласың, үлгілі азамат боласың. Міне, кел енді батам, маңдайынан сүйейін. Әйдік азамат бол, үлгілі азамат бол, жақсы өс, жақсы тәрбие ал, үлгілі азамат бол. Осымен сұхбатымыз аяқталды. Бүгінгі әкелер күні құтты болсын.